Фарш қосылған омлетный рулет дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сырымызды ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Жұмыртқаға сыр, майонез, 3 ас қасық манная крупа, жарты кіші қасық куркума, жарты кіші қасық қара бұрыш, тұз қосып, барлығын жақсылап, бір текті масса болғанша араластырып аламыз. Пергамент қағазы төселген противеньге саламыз. Барлығын жақсылап лопатканың көмегімен жайып шығамыз. Міндетті түрде сапалы пергамент қағазын пайдаланыңыздар. Егер пергаментте күмәніңіз болса, жақсылап майлап алып, сонан соң қамырды құйғандарыңыз дұрыс. Қызып тұрған пеште 180 градуста 8-10 минут пісіріп аламыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Фаршымызға блендерден өткізілген пиязымызды, бұрышымызды, тұзымызды салып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Суыған рулетімізді фольгаға аударып, пергамент қағазын абайлап шешеміз. Салмамызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Жақсылап тығыз қылып ораймыз. Шовын астына қаратып, фольгаға орап 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Піскен соң фольгамызды абайлап ашып, тағы да 2-3 минутқа духовкаға салып аламыз. Рулетіміз дайын. Арасы өте әдемі болып шығады. Дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.